Бүгінгі тақырып етік. Қатты қыс еді. Суық жел есіктің арасынан ұйтқып кіріп тұрды. Кішкентай үй болса да, ішінде жылу мен мейірім бар еді. Ана таңертең ерте пешті жағып, ұлын жылы ұстауға тырысты. Ол айтты: "Анашым, бүгін бәріміз етікпен баруымыз керек дейді мұғалім." Ана жымиып: "Сен киіп бар балам, мен онсыз да жүре аламын" дейді. Бала қуанып мектепке кетті. Ана болса ескі аяқ киімсіз, жалаң аяқ егестікке бет алды. Қар суық, бірақ жүрек жылы еді. Кешке көрші сұрады: "Апа, неге өзіңізді сонша қинайсыңыз?" Ана күлімсіреп жауап берді: "Баламның аяғы жылы болса, менің жүрегім да жылы."